Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Маңызды сәттерді өткеріп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше бастайық. Жылы сүтімізге жылы су құйып, оған тұз, қант, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ал егерде жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецептерімен бөлісетін боламын. Одан соң жұмыртқамыздың ақуызы мен сұйық майымызды құйып, алдын ала еленген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың иі қанғанша илейміз. Одан соң бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашытып қоямыз. Қамырымыз ашығанға дейін салмасын дайындап аламыз. 2 бөлек ыдысқа тартылған ет пен пиязды осылай майдалап турап алдым. Одан соң тұз бұрыштарын саламыз. Мен бұл жерде паприка мен қара бұрышты салдым. Пиязды бөлек ыдысқа алу себебім самсамызға суы шығып кететін болғандықтан осылай жасап жатырмын. Егерде осы рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай жақсылап араластырып алдым, салмасы дайын болды. Қамырымыз мінекей көтеріліп шыққан екен. Енді осыны кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп болған соң осылай тарелкаға жайғастырып, үстіне осылай салафанмен жауып қоямыз. Енді осылай әр бөлікті жайып шығамыз. Жайылған қамырымызға ертілген сары майды толық жағып шығамыз. Бірінші пиязымызды жаямыз, одан соң тартылған етімізді осылай жайып шығамыз. Енді осындай жіңішке оқтау қажет болады. Мен майы жабысып қалмас үшін осылай фольгамен орап алып, қамырымызды тура видеодағыдай етіп орап аламыз. Қамырымызды оқтаудан осылай шығарып алыңыздар. Одан соң екі ұшын осылай біріктіреміз, сонда әдемі самса шығады. Өте оңай әрі әдемі болып шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетіп жатырмын. Жұмыртқаның сарыуызына кішкене сүт құямыз.
Жақсылап араластырып, самсамыздың бетіне толық жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қойғанымыз дұрыс. Енді осыларды 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей, өте аз уақыт ішінде самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді, ортасы қытырлақ болып шығады. Әсіресе үйге қонақ келіп қалған кезде жасасаңыздар, уақыттарыңды үнемдейтін боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.